Ережеп айы исламдағы қасиетті 4 айдың бірі. Бұл ай Алланың айы деп аталады. Бұл айда Исра және Миғраж түні және Рағайб түні бар. Пайғамбардан сүннет болып қалған нәпіл ораза ұстау бар. Пайғамбарымыз қасиетті айларға көп көңіл бөліп, сахабаларға оларды қалай өткізу керектігі жөнінде айтатын. Сондай-ақ Ережеп айы кіргенде, Раббым, Ережеп пен Шағбан айларын берекелі ете көр. Бізді Рамазанға аман есен жеткізе көр, деген дұғамен қасиетті айларды бастайтын. Алла елшісі Ережеп Алла тағаланың күнәларды кешіретін айы. Алла тағала құзырында сүйікті ай. Бұл айда ұрыс жанжал, қан төгіс тоқтатылған. Бұл айда Алла тағала әмбиялардың, яғни пайғамбарлардың тәубелерін қабыл етіп, әулиелерді дұшпандарынан қорғаған. Бір кісі Ережеп айын ораза ұстап өткізсе, Алла тағаланың 3 жақсылығына ие болады. Ережеп айында ораза ұстау ерікті амал. Ұстаған адамға сауап бар, ұстамаған адамға күнә жоқ. Ал енді қанша күн ораза ұстау керек? Дегенге айтарымыз, пәлен күн ауыз бекіту керек деген бұйрық жоқ. Әркім шамасына қарай қанша күн ұстаймын десе де өз еркі. Мүлдем ұстамаймын деушілерге күнә жоқ. Дегенмен Ережеп айына қатысты келтірілген кейбір әлсіз хадистердегі мәліметтерге қарай отырып, мына күндері ораза ұстаған абзалырақ. Ережеп айының 1-ші күні ораза ұстау 3 жылдық күнәларға кәффарат, 3 жылдық күнәні жуып шаяды. 2-ші күні ораза ұстау 2 жылдық, ал 3-ші күні ораза ұстау 1 жылдық күнәларға кәффарат. Одан кейін әр күнгі ораза 1 айлық күнәларға кәффарат болады, яғни қалған күндері ұсталған әр күнгі оразасы үшін 1 айлық күнәлары кешіріліп отырады. Кімде кім харам айларының бейсенбі, жұма және сенбі күндері ораза ұстаса, ол адамға 700 жылдық құлшылықтың сауабы жазылады. Ережеп айы да харам айларына жататындықтан бұл хадис оны да қамтып тұр. Ражаб айында ораза ұстайтын кісі күнделікті намаз кестесін негізге алады. Дәлірек айтқанда, кестедегі таң намазы кірген уақыт, ауыз бекіту уақыты болмақ. Сол уақытқа дейін сәресі ішіліп болуы керек. Ал ақшам намазының кірген уақыты ауыз ашар уақытының кіргенін білдіреді. Ауыз бекітерде оқылатын арнайы дұғасы жоқ. Маңыздысы ниет. Күні бойы еш нәр татпастан Алла ризалығы үшін нәпіл ораза ұстауға іштей тіктеп ниет білдірсеңіз болғаны. Ауыз ашарда қазақшалап тілек тілеп, қалаған нәрсеңізді жаратушыдан сұрасаңыз болады. Ережеп айындағы оразаға қатысы Ибн Омар, Ибн Аббас, Әнас, Сайд ибн Жубайрлар бұлайды. Рамазан айына ұқсатып жібермес үшін бірнеше күнді ортаға салып барып, ораза тұтуды құп көрген. Имам Ахмад, Ережеп айында 1 немесе 2 күн ораза тұтпаңдар деген. Яғни Имам Ахмадтың Ережеп айында көбірек ораза ұстағанды қолдайтынын аңғарамыз. Күндіз ораза ұстаумен қатар түнде көбірек тахажжуд намазына тұрған жақсы. Және Құран оқып, қаза намаздарды өтеп, таспихат, зікірлерді айтып, көптеп жарылғау тілеген дұрыс. Өйткені харам айларында, соның ішінде Ражаб айында орындалған игіліктерге өзге айдағыдан гөрі көбірек сауап жазылатындығын жоғарыдағы ардақты сахаба Абдулла ибн Аббастың сөзінен ұғыну қиын емес.